Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы 3-ші тоқсан бойынша салт дәстүр және ауыз әдебиеті бөлімі бойынша нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – итоговое занятие по разделу «Традиции и устная литература за третью четверть». Чему я научился? Оқылым, чтение. Бірінші тапсырма. Өлеңді оқы. Прочитайте стихотворение. Сүйкімді лақ, жағалайсың бұлақ. Ойнаймын деп бірақ, қала көрмей құлап. Абдрахман Асылбеков. Оқып шығыңдар. Прочитайте. Жазылым және айтылым. То есть это письменная работа. Екінші тапсырма. Қандай ертегілерді білесің? То есть какие сказки ты знаешь? Нужно запомнить кластер. Айтылым, устная работа. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ответьте на вопросы. То есть мы на картинках каких животных видим? Сенің қошақаның бар ма? То есть у тебя есть ягненок. Либо сенің құлыншағың бар ма? У тебя есть жеребенок. Сенің мысығың бар ма? У тебя есть котенок. Сенің күшігің бар ма? У тебя есть щенок. Ответьте на вопросы. Сұрақтарға жауап беріңдер. Жазылым, письменная работа, записываем в тетрадку. Төртінші тапсырма. Қошақанды, құлыншақты, мысықты, күшікті сипаттап, әрқайсына екі сөйлемнен жаз. Четвертое задание. Нужно вам описать жеребенка, котеночка, щенка и ягненка. Нужно составить по каждому по 2 предложения. Мысалы, например, Әлібектің қошақаны сүйкімді, у Әлібека ягненок милый. Второе предложение. Анельдің құлыншағы әдемі, у Анель жеребенок красивый. Аннаның мысығы сары, у Анны кошка, либо котенок рыжий. Сашаның күшігі кішкентай, у Саши щенок маленький. Енді арғарай әрқайсына тағы бір сөйлемнен құрастырасыңдар. Теперь по каждому еще нужно будет составить предложение. Айтылым, устная работа. 5-ші тапсырма. Досыңнан үй жануарлары туралы сұра. 5-е задание. Спроси у друга про домашних животных. Мынандай сұрақтарға жауап берсін. Қандай үй жануарларын білесің? Каких домашних животных ты знаешь? Үйіңде қандай үй жануарлар бар? У тебя дома какие домашние животные есть? Білгенге маржан. Оқып шығайық. Давайте прочитаем вместе. Түйенің төлі ботаққан, қойдың төлі қошаққан, ешкінің төлі лақ, жылқының төлі құлыншақ, сиырдың төлі бұзау. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.